Және қиямет жақын болғанда мынандай уақиға болады деп Құран-ы Кәрімде баян етіледі. Тіпті сол бір сәт келген кезінде Яжуж және Мажуж деген қауым, осы қауым шығып бүкіл төбешіктің барлығынан ағылып төмен қарай түседі дейді. Осы туралы айтылған хабарлар өте көп, хадистер көп. Яжуж Мажуж деген қандай қауым бұл өзі? Адам атаның балалары ма? Жоқ, әлде бір сондай бір жаратылған хайуанат па, жануар ма? Не нәрсе деп айтылады? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейін хадистер тізбектесек, енді бір 3-4 топқа бөлетін шығармыз. Соның енді көп дәлірек айтылған топтары бар. Солардың бәрін жинап бір мысал қылып айтатын болсақ, қияметке жақын даджал келеді. Даджал деген біздің қазақша тажал деп айтамыз. Оны, бір нәрсенің апатын тажал дейміз ғой. Даджал деген кісі келеді. Ол адам баласы. Жұрттар оны да бір хайуан, оны да бір жануар деп айтатын шығар. Жоқ, ол қадімгі адам, әкеден, шешеден туылған кісі. Бірақ өте керемет сиқыршы болады. Ол сиқыршылығынан соншалықты мықтылығы енді қанша жыл дамиды, өседі, өркендейді. Бір белгілі бір сәтке келгенінде бүкіл әлемге өзін құдаймын деп жариялайтын кез келеді. Әлгі адам. Ол кісінің белгісі маңдайында кәпір деген жазуы болады. Анау 666 деген сан бар ғой жаңағыдегі. Жұрттардың бәрі христиан бауырларымыздың айтып жүрген. Солардың христиандарды бауырлар деп айтып жатыр деген шығар кейбіреулер қазір шапкасын аспанға лақтырады ғой. Адам болғаннан кейін, адам атаның туылғаннан кейін бауырымыз деп жатырмын мен. Осы кісілердің айтқаны бойынша 666 деген санды бұлар тажалдың саны деп айтады. Бұл бекер сөз емес, арабшада кәфір деген сөз жасаңыз 666 деген сан шығады. Кәф, алтының бір құйрығымен несі, фә, теріс қарап қылған 6, сосын р тағы да 6. Жаңағыдегі сол 666, 3 рет 6 шығады. 4 рет шығады тіпті, р-ны қоссаңыз. Міне осындай кәпір деген маңдайында жазуы болады, және оң көзі соқыр болады. Оң көзінің соқырлығы сол жүзім сияқты шығып тұрады. Шошайып. Көзі істемейді, шошайып қалған әйтеуір, көзі жоқ, жүзім сияқты әйтеуір шошайып қалған бір нәрсе болады. Бір көзі көрмейтін болады. Ол неден көрмейтіні Құдай біледі, сөйтіп жаратылған ба, туысынан немесе мүмкін ортада өмір сүріп жүріп көзін жарақаттап алды ма, әйтеуір сондай бір көзі соқыр болады. Маңдайында кәпір деген жазу болады. Өзі керемет сиқыршы болады. Өткен жерінде кәдімгі желдей есіп өтеді деп айтады. 40 күнде бүкіл әлемді бағындырады дейді. Оның алғашқы күні 1 жылдай, екінші күні 1 айдай, үшінші күні 1 аптадай өтеді. Қалған күндері күн сияқты өтіп кетеді дейді. Және ол кісі бір жерге барса, өліктің басын сипаса, өлік қайтадан тіріліп сөйлейтін болады дейді. Жұрт сол үшін оған Құдай деп сенеді дейді. Және кімде-кім оған ерсе, әрдайым байлықта, патшалықта жүргендей рахаттанып жүретін болады дейді. Сол үшін кімде-кім дүниеге иманын сататын болса, жаңағыдегі дүниеге өзінің дінін, өзінің сенімін сататын болса, солардың барлығы осы кісінің артынан еріп кететін болады. Құдай сақтасын, бауырлар. Қазіргі кезде біздің бабаларымыздың кейбір сөздеріне қалып кетіп жатқандаймыз. Бабаларымыз айтады: Аллахым, немді алсаң да пейілімді алма дейді. Пейілімді алма дейді. Құдай адамның пейілін тарғылмасын. Кейбір адамдар, Құдай сақтасын, алдына бір жақсылық үйіліп қалатын болса, сол жақсылығын халыққа тарқатпай, пейілі тарлығынан өзім ішсем, өзім жесем деп жапалақ сияқты қойнына тығады. Бір қызметке отырып қалса, жан-жақтың бәрін алалап, ағайын туыс демек түгіл, бүкіл алдына келген адамның көзін шұқитындай дәрежеге барады, көзі көгеріп. Өзінің қалтасына бір 4 тиын артық түсіп қалса жұрттан: мен беріп қойдым сендерге, қашанғы бере берем мен қайыршылар, деп өздерін жұрттың бәрін кемсітіп, өзі бір енді бола қалған, тола қалғандай, өмір бақи сол тапқан дүниесін арқалап алып кететіндей соншалықты болады. Құдай пейілден алмасын, бауырлар. Құдай пейілден алмасын. Сол үшін айтылады, біздің халқымызда ер жігітті жапалақпенен қыранға теңейді.
жігіт екі түрлі болады дейді. Жапалақ болады, қыран болады дейді. Жапалақ жігіттер болады дейді. Бүкіл тыққанын, тапқанын қойнына тығып, қанатын жауып жейді дейді, соның ішінде жейді. Қыран жігіттер болады дейді. Шашып жейді дейді. Жан-жақа, шұқып жан-жақа жейді. Жан-жағындағы бүкіл қарға, құзғындар бірге тояды. Сол үшін сондай әзіл бар ғой, баяғыда бір бүркіт ұшып-ұшып келіп, бір киікті аунатып, құлатып, соны жейін деп отса, шоқақтап, ырсылдап, жанына бір қарға кеп қонып жатыр дейді. Не болды десе, сіз болып, біз болып, әйтеуір ұстадық қой осыны деп айтады дейді. Анау жанында бейшара ұшып жүріп шаршаған ғой енді. Бірақ біліп тұр да анау бөліп беретінін. Оғанда кеттемейді. Ол қатысса да, қатыспаса да. Сол үшін халқымызда жомарт жігітті қыранға теңейді. Бір әулетке Алла тағала сол жігітті береді. Сол әулеттің жағдайы нашарлары осы кісінің қанатында жүрсін. Соларға қорған болсын әлгі жігіт. Ауырса мал дүниесін беріп, жазсын. Қиналып, қайғы қасіретке өгіп атса, мал дүниесін төгіп, қайғысына сеп болсын, медет болсын. Деп Алла тағала сол кісінің байлығын соған береді. Сол үшін сіздің тапқан дүниеңіз ойламаңыз, тек менің несібем деп. Кедей кемшілікке, жағдай нашар адамдарға, жағдай төмен адамдарға төгіп шашып отсаңыз, сол сізге Алла тағала төккеніңіз үшін одан сайын көп береді. Өйткені жұрттың несібесін сіз арқылы тарқатайыншы, мынаның қолы ашық екен деп үстіңізге төгіп тастайды. Сол үшін бауырлар, осы дүние демекші, дүние қолдың кірі дейді, бірақ жүрекке отырмау керек ол нәрсе. Қазіргі кейбір адамдарда жүрекке отырып қалған дүние. Ақша тап деген нәрсеге кіріп кеткен. Кейбіреулер жүрегіне дүние кіріп кеткені сонша дүниесі жоқ адамды сыйламайды. Достарының ішінде ақшасы төмен, жағдай нашар адам болса, омен қатыспай кетеді. Оменен араласпай кетеді. Ал егер бір досының ақшасы бар, қымбат машинасы бар, керемет үй болса, соған мәймүңкілеп келіп, сонымен араласа бастайды. Ағайын туыстарында сөйтіп сыйлай бастайды. Құдай содан сақтасын. Кейбір кездерде шынымен енді бір болып атқан уақиғаларды айтпа, айтне, сондайда кейбір адамдардың пейілі бұзықтары болып жатыр. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, бүкіл қазақ халқы болып, жанына демеу болып, бар тапқанын алдына алып барып атса да, шынымен ақ сондай адамдар болды да, маған мынандай айран емес, мынандай айран алып кеп бер. Бұл етіңнің иісі бар екен, басқа дәм әкеп бер. Ана киілген көйлегіңді кимеймін мен, сен кім деп ойлап отырсың? Маған дұрыстау көйлек әк, мына Қытайдың көйлегін кимеймін, маған түркініңкін алып кел дегендері де болған. Оны өз көзімізбен көрдік деген адамдардан айтып отыр. Мен әр нәрседен құрастырып айтып отыр демеңіз. Құдай пейілінен амасын адамның. Ал кейбіреулер бар, расында да басында қандай ауыртпашылық, қиыншылық көріп жатса да, ләм мим демей, үн демей келіп, өзінің қонақтығын, өзінің орнын біліп, өзінің үйіне қайтып жатқан. Міне нағыз азаматтар. Сондай адамдарды іздеп қамқоршы болыңыздар. Сондай адамдардың үстіне қанаттарыңызды жайыңыздар. Өйткені ол кісілердің басына қайғы түссе де аузынан тіс жармайды. Соларды іздеп тауып берсеңіздер, шынымен мұқтаж адам болып шыға келеді. Сол үшін кедей іздемеу керек байды. Бай адам кедейді іздесін. Жағдайыңыз бар ма, қалтаңызға тиыныңызды салыңызда, жағдайы нашарды сіз өзіңіз іздеңіз. Үйіне барып көріңіз, жағдайымен танысыңыз да қамқоршы болыңыз. Бір-біріміздің халімізді көтермесек кім көтереді? Альхамдулилля, қараңызшы, халықтың ішінде имандылықтың мықтылығы сонша, мына арыстағы жағдайға бүкіл ел болып жиналып, таңнан кешке шейін қызмет қылып жатыр. Алла разы болсын. Мұғалімдер мектептерін беріп алып, кешке шейін, түнгі 12-1-ге шейін қызметінде жүрді. Дәрігерлерімізді айтыңыз, қандай қиналып не қылса да солар ше, үйіне бармай қызмет қылған дәрігерлер болды. Сөткілеп жатып қызмет қылғандар болды. Әскерлерімізді айтыңыз. Өрт сөндірушілерімізді айтыңыз. Солар барлығы осы бір ауыздан бірігіп жиналды. Бұл деген сөз біздің халқымыздың ертеңі бар. Шүкір Аллаға, халқымыздың жүрегінде әлі мейірімділік жетеді деген сөз.
бабаларымыздың жолын ұстанған халық екенбіз. Осынымыздан таймайық. Өзімізден кішкентайларға, өзімізден кейінгі ұрпаққа бұл нәрсе қалу, аманат болып қалу міндет деген сөз. Жетім көрсең жебей жүр деген халықтың мақалын қолымызға ұран қылатын халық екеніміз анық болды. Бұл жерде дінге де, ұлтқа да қарамай, осы бүкіл Қазақстанның халқы бір ауыздан бірігіп, бір адамның басына күн туса бірге қалдық. Бұл үлкен керемет нәрсе. Сол беріп атқан адамыңыз, сіздің алып атқан адамыңызға әңгіме айтса да сіз беріңіз. Өйткені сіз Алла үшін беріп жатсыз. Құдай үшін, Алла үшін берсеңіз, алып атқан адамнан сіз рахмет деген сөзді іздемеңіз, сұрамаңыз. Ол рахмет айтуға міндетті емес. Рахмет айтпады деп сіз ерніңізді жоғары көтермеңіз. Бәлки сіз Алла үшін жәрдем бердіңіз ба? Онда сол Алла үшін деген сөзіңізден таймаңыз. Беріңіз жәрдем. Оң қолың бергенде сол қолың ұмытсын деген сөз бар. Сол қолың көрмей қалсын деген сөз бар. Сол үшін кімге жақсылық жасасаңыз, оны міндетсінбеңіз. Оны айтпаңыз, оны жасырыңыз. Өйткені жасырын жасалған жақсылық, әшкере жасалған жақсылықтан абзалырақ болады. Бірақ әшкере жасалынған жақсылық жұртты ертіп жатса, қарапайым халықтың арасына ұран болып түсіп жатса, онда әшкере жасаған жақсылықта үлкен керемет іс болады. Сол үшін бауырлар, пейілі тар болған адамдар тажалға еріп кетеді. Дүниеге қызыққаны сонша, сол сиқыршы екенін біле тұра, сол Құдай емес екенін біле тұрам, сен Құдайсың деп, өйткені қолында тиын тұр, дүние тұр, соңынан ерген адамдар болады, дінін сатып. Сен Құдайға сенетінен ғой, Аллаға десе, жоқ, мен Аллаға сенбеймін бүгіннен кейін. Мен саған сенем, сен Құдайсың деп басын иетіндер болады. Сол күндері өзінің дінін сақтайтын адамдар кедей, жағдайы нашар болып тұрады. Иә. Бір кездері мен айтқанмын, кедейлік ер жігітке намыс емес деп. Сол сөзді кейбіреулер дұрыс түсінбеген шығар. Шын намыс бұл ар. Халқымыз баяғыда айтқан, малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы дейді. Егер арың болмаса, сенің тірі жан болып жүргеніңнің бір тиынға пайдасы жоқ. Егер намысың жоқ, арың жоқ адам болсаң. Бұл халқымыздың баяғыдан сөзі. Осы ар намыс үшін сенің малың саған сеп болсын дейді. Малыңды, жаныңды төле дейді. Арың үшін, намысың үшін дейді. Бірақ намысыңды жоғалтып мал таппай-ақ қой. Арыңды жоғалтып мал таппай-ақ қой дейді. Бұл халқымыз баяғыдан айтқан. Бірақ кейбір бауырларымыз өзінің арын сатып, намысын сатып, мал тауып жүргендері де бар. Құдай содан сақтасын. Сондай достан безіңіз, сондай адамнан безіңіз, өзінің арын сатқан, өзінің намысын сатқан. Құдай содан сақтасын. Өйткені соның басына түскен бәле сіздің үстіңізге түседі де, ондай адамнан қашық болыңыз. Ол адамда ар намыс болмағаннан кейін сізді де бір күні сатады. Сонда өзінің дінін сатады көп адамдар. Тіпті кейбір адамдар өзінің әйел бала шағасын керуатқа байлап бағат дейді. Егер шешіп берсе, әлгі адамның соңынан еріп кетеді деп. Сондай бір қиын қыстаулар болады. Бірақ күндер келіп Иса алейхиссалам түседі. Иса алейхиссалам түседі. Сөйтіп түсе салсымен әлгі дұшпанның соңынан қуады. Сөйтіп тажалды өлтіреді. Бұл қанша уақиға, қанша уақытта болатынын білмеймін. Мүмкін арасы жылдап болар, айлап болар, мүмкін күндеп болар, мүмкін сағаттарда бітер. Бірақ Иса алейхиссалам сол дұшпанды өлтіреді. Сонан соң бейбітшілік заман орнайды. Мұсылмандардың дәуірі болады. Соншалықты халық бай ауқатты болады дейді. Адамдар зекет беруге адам іздейтін болады дейді. Көпшілікке алып шығып, бір арба алтын, кәдімгі алтынды арбаға тиеп алып шығып, халайық, мынау зекеттің ақшасы, кім мұқтаж адам алыңдар дейді. Сол арба үлкен алаңда 3 күн тұрады дейді. 3 күннің ішінде алдына келіп бір адам алмайды дейді соны. Мен оған мұқтаж емеспін дейді. Сондай бір халықтың пейілі жазыңқы болған, көңілі кең болған, өмірлері жақсы болған жағдайлар болады дейді.
Бірақ уақыты келген кезінде осы уақиғадан сәл бұрын ғана Яжуж Мажуж деген уақиға болады. Дажал өле салысыменен жеңіске жеттік деп қуанып тұрған Исаға хабар келеді. Ей Иса алейхиссалам, мұсылмандарды ал да Тұр тауына қарай қаш. Бір хадистерде айтады, мұсылмандардың барлығы қамалдарға, бекіністерге бекініп алып жатады. Қалған халықтың барлығын қырып бітіреді дейді. Жер бетіндегі жануар біткеннің бәрін жеп бітіреді. Әлгі халық дейді. Бүкіл жан жақтан келеді дейді. Ол халықты әркім әртүрлі суреттейді. Өйткені Сахих Бұхариде келгенде құлақтары үлкен болады. Бір құлағын екінші құлағының үстіне жамылып жататын жағдай болады дейді. Енді ол адамның шынымен құлағы ма, мүмкін үлкен үстіндегі шапаны болатын шығар, солай жамылып жатады. Ол қалай болатынын. Ал бір сөздерінде расында да Табариде, Ибн Касирде бір риуаят келетіні, өздері сарыға жақын, беттері жалпақ, көздері қысық болады деп айтады. Сол үшін кейбіреулер, мысалы мынау Харун Яхия сияқты, басқа сияқты кейбір адамдар бұлар моңғол татардың шапқыншылығы деп айтқан. Моңғолдардың жүздері сары өңді, беттері жалпақ, көздері қысық болған, барлық төбеден келген деген сөз сол төбеден шабатын халық болған. Сондықтан міне осылар деп айтады, бірақ олар келуден бұрын Дажал келу керек еді ғой, Иса түсу керек еді. Олар келді ма, түсті ма десе, анау пәленше деген әулиелеріміз Иса, Дажал дегеніміз телевизор немесе басқа нәрсе деп айтып кеткен, лағып кеткен сөздері бар. Өйткені мен неге бүйтіп айттым, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның суреттеген хадистеріне дұрыс келмейді. Өйткені бұл уақиға Дажалдан кейін келу керек, және ол халықты өлтіріп таусылмайтын көп болу керек. Біреуін өлтірсе, оның артынан оны келетіндей болады дейді. Соншалықты көп болады. Оны өлтіріп таусамайсың дейді. Соншалықты жер бетін басатыны. Көптігі сол дейді. Бір үлкен көлден бірінші әскер өтіп көлді ішіп өтсе, екіншісі келіп лайдың үстіне аунайды дейді. Үшіншісі тақыр жерден өтіп баратып, мына жерде бұрын көл болған еді ғой деп айтып кетеді дейді. Соншалықты көптігі, ойлаңыз, әрқайсысы өзінің ішетін суын ішіп өткенде әскердің көптігінен көл қалмайды дейді алдында. Осыншалықты көп. Бірақ жер бетінің бәрін жаулағаннан кейін жер халқының бәрін бағындырдық, енді аспан халқы қалды деп аспанға оқ атады дейді. Алла тағала атқан оғын қанға бояп түсіреді. Сонда олар міне болды, енді Құдайды да өлтірдік деп айтады екен. Сол бір сәттен кейін Алла тағала олардың желкелеріне құрт түсіреді дейді. Сол құрт оларды жеп таусады. Моңғол татарды құрт жеп таусқан жоқ қой, дұрыс па? Құрт жеп таусады дейді. Сонан соң барып оларды үлкен мойындары ас түйенің жаңалдегі мойны сияқты болған құстар көтеріп теңізге алып барып тастайды дейді. Жер бетін сасып кеткендігі сонша, оларды құстар талап теңізге қарай кетіріп, қанша күн жаңбыр жауып, жер зорға таусылады дейді. Жер беті осы өлікпенен ба, басқамен ба сондай бір берекелі құнарлы болады дейді. Адамдар бір жанұясыменен үйіне отырған кезінде бір үлкен анарды жеп зорға таусатын болады дейді. Бір күн жейтін болады бір анарды дейді. Адам түйенің үстіне мінгенде бойы жететіндей үлкен асқабақтар болады дейді. Баяғыда бір халқымызда бір сөз бар еді ғой, бір адам түс көрді, түсінде бетегенің үстіне шығып азан айтады деп ұрпағың. Міне сонда бір сәттер келетін шығар деген сөзде бар. Бүкіл жаңағы жан жануарлар, бүкіл жаңағы жеміс жидектерде береке болады дейді. Осыншалықты бір дәуір болады, бірақ бұл дәуірдің де таусылатын уақыты келеді. Батыс жақтан бір жұмсақ, жеңіл, әдемі самал жел еседі де, бүкіл исі мұсылман осы желменен ұйықтап, ұйқыдан тұрмай өліп кетеді дейді. Содан кейін жер бетінде тек қана Құдайдан безген, Құдайды танымайтын халық қалады. Бір-бірін мыжып кәпірлікте, күнәда батады дейді. Ақыры сол бір күндер келген кезінде бір адам жұрттың Меккеге барып жүрген Қағбаны сатып алып халықтан сұрай деген, ей халайық, мынау не нәрсе дейді екен. Сонда ешкім білмейді екен оны, бұл не, бұл білмейміз деп. Ақыры соны бұзып тастайды дейді, бұл ешкімге керек болмаса, маған басқа нәрсеге керек ет бұл деп. Сол бір дәуірлер келеді. Осындай халық бір-бірімен зұлымдықпенен, бір-біріменен сондай бір жауыздықпен өмір сүріп кетеді. Жер бетінде соғыс көбейеді.
осыншалықты дәуір болып жатқан кезінде күн батыстан шығатын уақыт келеді дейді. Осылайша заманның ақыры болып таусылады халық дейді. Осындай хадистердің барлығы Сахи Бұхариде, Муслимда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хабарлар екен. Яжуж мажуж дегеніміз бір үлкен таудың артында жатыр деп Кахф сүресінде келеді. Әлі келеміз оған иншалла. Сол туралы бүкіл үлкен хадистерді мүмкін баян етіп берерміз. Сол үшін иншалла алдыңғы сабақтарымызды күтсеңіздер болады екен.